Бүгін сіздерге мүшел жас туралы дайындаған ақпаратымды ұсынамын. Қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп, лүпіл басып, осы ақпараттың көп адамға таралуына бір адамдай себепші болып, жақындарыңызбен бөлісіп, пікір жазып, қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Қазақ халқымызда мүшел жас өте қауіпті кезең болып саналады деген пайым бар. Және осы жерде мүшел жасына келген адам нені біліп, неден сақтануы керек, қандай жаста мүшел жас болып есептеледі деген сұрақтардың туындауы да заңды. Осы сұрақтарға бірге жауап іздеп көрейік. Қазақ есебінде адам өмірінің әр 13 жылында бір мүшел айналып келіп отырады. Бірінші мүшел 13 жылда қайрылса, қалған мүшелдер 12 жылдан қайрылып отырады. Яғни 13 жас бірінші мүшел, 25 жас екінші мүшел, 37 жас үшінші мүшел, 49 жас төртінші мүшел, 61 жас бесінші мүшел, 73 жас алтыншы мүшел, 85 жас жетінші мүшел, 97 жас сегізінші мүшел болып саналады. Сонымен алғашқы мүшел жасты 13 жасар баланың негізінде мысал етіп алып көрейік. 13 жас. 13 жас кейбір нәзік балалар үшін қауіпті. Өйткені баланың бойындағы өзгеріс кезеңі жаймен өтсе қаупі жоқ. Ал күрт өзгерсе, кейбір балалар жүрек, жүйке ауруларына ұшыраулары мүмкін екен. 25 жас. 25 жас жігіттіктің алғашқы сатысы. Ол кезде ер жігіт босанып, дене құрылысы өсіп, жетіліп, күші тасып тұратын кез. 37 жас. 37 жас адам өміріндегі ең басты мүшел. Бұл мүшелде адам жігіттіктен мосқалдау кезеңге өтіп, ақыл тоқтатып, дүниеге қызғана да қарайтын кезі. 49 жас. 49 жас бұл адамның даналыққа аяқ басатын кезеңі. Бұл мүшелде кейбіреулері немере сүйсе де, кәрілікке мойын бұрмайтын осал кез. 61 жас. 61 жас адамның даналығы артып, өзінен туған балаға ақыл тоқтатқан адам тұрғысынан қарап, тәрбиені талап ете отыра, өзі де тәрбиеге келетін кезеңі. 73 жас. 73 жас бұл кәріліктің мойынға мініп, аяғын тұсап, отырса тұруы, тұрса отыруы мұң, жатса ұйқы жоқ, адамның діңкесі құрып, көкірегі қарс айырыла күрсініп, дөңбекшіп барып, ұйықтайтын кезі. 85 жас. 85 жас бұл мүшелде адамның өзінен кейінгілермен бала құсап ұрысып, өкпешіл болатын кезеңі. Мүшел жасқа келген адам өзінің бағалы затын сыйға тарту керек деп те айтып жатады. Мүшел жасқа шыққан кезде адам өзінің қимайтын бір затын жолдас жораға, қарияға, құрбысына, немесе тілеуін тілеп жүретін аузы дуалы адамға беріп, содан бата алған. Бұл рухани тұрғыда желпініп, сергек жүріп, бағытын дұрыстауға қарай бағытталған іс қана. Сол арқылы өзіне төнген қауіп қатер, сырқат, садақа арқылы кетеді деп сенген. Сондай-ақ, мүшеліңде біреуге сыйлық бермесең, қауіп қатер келеді деген жалған түсінік. Сыйлықты, затымды бата алу үшін беріп жатырмын деп түсіну керек. Сондай-ақ, мүшел жас күні мал сойып, Құран оқытуда мүшел жастан аман есен шығуға бағытталған ырым ғана екенін түсінген жөн. Мүшел жас қатерлі деп қорқыныш тудырудың қажеті жоқ. Көбіне ата-бабаларымыздың мүшел жасқа мән беруі, пенденің Алланы ұмытпай, еске алып тұрсын дегені де шығар. Мүшел жаста адамға өткені мен бүгіні және ертеңін ойлауға берілген уақыт деп қабылдаған жөн. Әр мүшел жас кіргенде осы жастан аман есен өтейін деп Құдайдан тілеп, садақа беріп, дұғамен шығарып салған ең дұрысы дейді дана халқым. Ақпарат сіз үшін пайдалы болды деп ойлаймын. Назарыңызға рахмет.